Манас Палуан спорт ойыны Көкпарда аты тоқтамай мына Абу Палуанды жыққан болатын. Бүгін өз кінәсін түсініп, өзінің кіші пейілділігімен, көргендігімен, тектілігімен бүгінгі тойдың төріне осы Абу бауырымның иығына шапан жабайын, қолын алайын, осы бір дүбірлеген тойда Мақұл атамыздың мінекей 95 жас мерей тойында басын иіп, екі қолын көкірегіне қойып, мінекей өз айыбын түсініп, Манас Ниязов келіп отыр. Бәрекелді, қазақ қырғыз бір туған мінекей. Мына бірге қабат көкпар шауып жүрген азаматтар бір-бірін түсініп, мына қазақ пен қырғыздың арасында ешқандай бұдан кейін Инстаграмда, телефонда бір-бірімізге жаман сөйлемеуді Аллах тағала нәсіп етсін. Мінекей сөздің кезегі алдымен осы Манас Палуанның ұстазы, туған ағасы Байыш Палуанға беріледі. Байыш Ниязов, дуға шапалақ. Ассалаумағалейкум. Allah bir tuğanlar. Aleykümselam. Şu toy tınç olsun, salman olsun. Şu ne deyiz, Kazak, Kırgız bir tuğan deyip, şu sizler biz Kırgızistan'a barınızlar, çalınızlar. Şu ne deyiz, şu palvan bana Şeyh Palvan'dı. Ukam jetelep geldim şu. Bir dost olsun, jarasın dep. Hem oyunda, polyoda arganday sözler, aligin bolup gelirken oyunlar. Hem polyo, oşondoy neyse polyoda ele kalsa dep, öyle şu tınçlık olsun. Бәрекелді бірі Байыш Палуан алдарыңызда, Байыш Палуан. Бүгінгі тойға мінекей. Көкпар әлемінің шынында жанашыры қазақ қырғызға белгілі Алатау команда, Алатау мінекей көкпар командасының президенті Алтынбек Мырза келіп отыр, Алтынбек Мырза. Мінекей қырғыз туған бауырымыз Алтынбек Мырза бір жақсы осы қазақ елінің алдына, палуандардың алдына келіп мінекей. Інілерін жетектеп, алып келіп, өзінің бір жақсы тілек ниетін білдірмекші. Ассаламалейкум, урматтуу қазақ туғандар. Ассаламалейкум, урматтуу ушундай туған болып келген